Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Бергайзин Саян. Мен сүйікті актермен сұхбат атты конкурсқа Рүстем Жанаманов ағамды таңдадым. Және де кішігірім сұрақтар дайындап келдім. Ал жалпы Рүстем аға, сіз осылай актер болуыңызға не себеп болды? Үлкен рахмет, Саян. Мен каналыңа сұхбат беруге бірден келістім, өйткені осындай жас жігіттерді қолдау керек деп білемін әрқашанда. Енді жалпы өнерге қалай келдім деген сұраққа осы жиі қойылатын сұрақ қой негізі. Мен осы өзіңдей кезімде, даже сенен кішкентай кезімде бастап қызыққан болатынмын. Ән айттым, бізді билететін тіпті бәрімізді. Сондай үйірмелерге қатыстым, тіпті күреске, бәріне маған қызық болды, көп нәрсе қызық болды. Спорттан бастап өнер бәрі қызық болды. Сондықтан да сол қызығушылықтың арқасында осы өнерге келдім десем болады. Сіз өзіңізге ұнамайтын рөлді қалай шынайы қылдырып алып шығасыз кинода? Енді ондай жиі кездесіп қалады, кей кезде мысалы бір қалай айтсам болады, болады сондай бір рөлдер ойнағың келмейтін, бірақ амал жоқ, режиссер сені көріп тұрады, сені қалап тұрады, сен күштеніп шығасың деп тұрады, сен бірақ кейіннен ол рөлді ұнатып алу керексің өзіңе. Біздің на той профессиямыз сондай да, біздің, көрдің ба? Біздің жұмысымыз соны талап етеді, былайша айтқанда. Мен оны ойнамаймын дейтіндей қазір дәрежеде емеспін қатты. Ал сіз мысалы киноның сюжетін толық танысқаннан кейін қалай сіз ол кейіпкерді ойдан шығарасыз ба, әлде шынайы өмірге бүйтіп дәлелдеп осылай көріп ойнайсыз ба? Ол енді көрдің бе, әрқалай мысалы наблюдение дейді ғой. Біз осы уақытқа дейін қанша адамдармен жолығасың, көресің, солардың біреуінің әдетін ұрлайсың, біреуінің қылығын ұрлайсың, сөйтіп бір образға қосасың ақырындап. Сөйтіп бір образ содан шыға келеді. Және соңғы сұрақты қойып кетейін. Жалпы сіз осы өнерге келуіңізге не себеп болды? Неге актер болғыңыз келді? Біреу кеңес берді ме? Негізі балалық шағыңыздағы арманыңыз ба? Мен басында суретші болғым келген. Енді кішкентай кезіңнен бастап арманның бәрі өзгере береді ғой. Мысалы біреу ғарышкер болғысы келеді, біреу математик болғысы келеді. Сол адамдар қазір қарап отырсаң мүлдем басқа мамандықты басқарып отырған жай бар. Мысалы көп қой. Мысалы мен суретші болғым келді, бірақ актер болып кеттім деген сияқты. Солай. Назарларыңызға рахмет. Осымен видеоның соңына дейін жеттік.